Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында 4 түрлі сыр дайындап үйренеміз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. 4 түрлі сырдың жасалу жолын көрсететін боламын. Бірінші сырымыз дайындау үшін бізге творог қажет. Творог дайындау үшін сиырдың сүтін банкіге құйып, оны жылы жерге бір түнге қалдырамыз. Ұйығаннан кейін осылай сүзгіге құямыз және де барлық суы тартылғанға дейін іліп қоямыз. Одан кейін ауыр тастың астына қойып престеп аламыз. Біздің творогымыз дайын, 200 грамм болды және де оған 200 грамм сүтімізді қосып, екеуін бірге араластырып, отқа қойып жылытамыз. Қайнап кетпеуі қажет, бар болғаны тек көк суы шыққанға дейін жылытсаңыздар болады. Және де бұны суы тартылу үшін, көк суы яғни тартылу үшін сүзгіге құямыз. Суы тартылғаннан кейін ғана қайтадан ыдысымызға құйып, оған біздер ас қасық сармайымызды қосамыз және де 1/3 содамыз бен 1/3 тұзымызды қосып, жақсылап тұрып, су банясында араластырып аламыз. Осы су банясында дайындаймыз сырды, осы масы теп-тегіс және де қою болғанға дейін араластыра береміз. Осындай қоюлыққа жеткен кезде біздің сырымыздың дайын болғаны және де салатын ыдысымызды сармаймен майлап аламыз. Бұл сыр тез қатады, сондықтан салғаннан кейін қасықпен осылай бетін тегістеп жіберсеңіздер болады. Келесі біздің дайындайтын сырымыз, бұл бізде брынза деп аталады. Ол үшін бізге сиырдың сүті қажет. Мен 4 литр сиырдың сүтін алдым және де оны 30 градусқа дейін отқа қойып жылыттым. 30 градусқа жеткеннен кейін сүтімізді алып, оған осындай менде арнайы ұйытқы бар. Сіздерде болмаса мәйекпен ұйытсаңыздар болады, не болмаса базарда сүт сататын апаларда мейта деген ұйытқы сатылады. Содан осылай қасықтың ұшымен ғана алып, оған бөлме температурасындағы судан бір ас қасық қосып, осы ұнтақ толықтай ерігенге дейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де осы ұйытқымызды жылы 30 градуста жылып тұрған сүтімізге құйып, сүттің бір келкі ұюы үшін сүтімізді жақсылап араластырамыз және де 30 минутқа қалдырамыз. Сүтіміздің ұйығанын 30 минуттан кейін қараймыз. Егер де жақсы ұйып тұрған болса, онда осылай видеода көрсетілгендей етіп 4 бұрыштап кесіп, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Ұйыған сүтімізді осындай арнайы ыдыстарға құямыз және де барлық суы тартылғанға дейін бір түнге қалдырамыз. Сырымыз өз формасын ұстау үшін алғашқыда 4 сағаттан кейін аударамыз. Ол кезде кішкене қиындау болады, бос болып тұрады, формасын ұстай алмай. Одан кейін әр 2 сағат сайын аударған кезде өзі престеліп, формасын жақсы ұстайтын болады. Және де толықтай су тартылғаннан кейін, яғни бір түн тұрғаннан кейін, оны холодильникке салып толықтай мұздатамыз. Одан кейін өз формасын жақсы ұстағаннан кейін тұздаймыз және де толықтай қату үшін қайтадан өзінің формасына салып холодильникте сақтасаңыздар болады.
келесі дайындайтын сырымыз ол бізде моцарелла сыры. Оған сырдың сүті қажет. 3 литр сырдың сүтін отқа қойып жылыттым, және де 40 градусқа жеткен кезде сүтімізді отымыздан аламыз. Бізге сүтті ұйыту үшін 9% уксус қажет. Қазіргі кезде көбіне 70% сатылады. Сол 70%-тен 9%-ті дайындау үшін 70% уксустың бір ас қасығына бөлме температурасында тұрған судан 7 ас қасық құйған кезде бізде 9% уксус дайын болады. Сол 9% уксусты 40 градуста жылып тұрған сүтімізге құйып, 7 ас қасығын құйған кезде сүтіміз өзгеріп ұйый бастайды. Көк су бөлінген кезде ішіндегі барлық творогын бір шетке осылай қасықтың көмегімен жинақтаймыз, және де қолымызбен алып бойындағы артық суын сығамыз. Қалған көк суды 80 градусқа дейін ысытамыз. Ысыған суға бір ас қасық тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Сырымызды салып 1-2 секундқа саламыз, шығарамыз, созамыз. Осылай барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Ескеретін жағдай, көк су өте ыстық, сондықтан перчатка киіп жасауға кеңес беремін. Екінші мәселе, бұл сырды көк судың ішіне ұзақ уақытқа салып қоюға болмайды. Ол еріп, кейіннен жинақтауға келмей қалады. Сондықтан тек қана 1-2 секундқа ғана салып, шығарып, созып, толықтай тегіс масы болғанға дейін жасаймыз. Мен бір шарик қылдым, сіздер бірнеше шарик қылып жасағыңыз келсе, кішкентай қылып, онда алдын ала бөліп алып, сосын біртіндеп салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп формаға келтірсеңіздер болады. Дайын болған сырымызды мұз араласқан мұздай суға өзінің формасын жақсы ұстау үшін 5 минутқа ғана қоямыз, және де біздің 3 литр сүтімізден 372 грамм моцарелламыз дайын болды. Келесі косичка сырын дайындау үшін бізге май алынған сырдың сүті қажет. Ол бір түн холодильникте тұрғаннан кейін бетіндегі майын алып тастап, сүтті 40 градусқа дейін жылытып, 9% уксус құйып, сүтімізді ұйытамыз. Бір стакан көк суымыздан қосып, жақсылап сырымызды илейміз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Қалған көк суды отқа қойып 80 градусқа дейін суды ысытамыз.
Бұл жерде енді ысыған суымызға дәл моцарелладағыдай 1-2 секундқа ғана салып, шығарып, созып, бірнеше рет қайталаймыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Дайын болған сырды мұздай суға жуып аламыз, 1-2 минутқа ғана. Одан кейін сырымызды тұздаймыз. Бір уыс тұзымызға сырымызды салып, су қосып, тек қана 1-2 минутқа ғана қалдырамыз. Одан кейін барлығын видеодағыдай жасаймыз. Бүгінгі 4 түрлі сырды дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Көбіне маған қойылатын сұрақтар магазиннің сүтінен дайындасам болады ма деп. Магазиннің сүтінен гөрі сиырдың сүтінен жасауға кеңес беремін. Свежий, жаңа сауылған сиырдың сүтін тапсаңыздар, сол сиырдың сүтімен жасап көріңіздер. Барлығы табиғи болу үшін, ойдағыдай шығу үшін міндетті түрде жасаңыздар, жақындарыңызды қуантыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, каналыма тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосу үшін, тілектеріңіз үшін комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде барлығын оқып, барлығына жауап беруге тырысамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.